Башаңызға сәлем. Кешкі асқа өте оңай дайындалатын әрі дәмді болып шығатын ас дайындадым. Менімен дайындайық. Ол үшін бізге ет, пияз, картоп, сәбіз, редька және болгар бұрышы қажет болады. Қалауларыңыз бойынша орам жапырақ, яғни капуста қоссаңыздар да болады. Бұл подлив кез келген гарнирмен ұсынуға жарайды, өте дәмді шығады. Әсіресе күрішпен немесе спагетти лингвинимен ұсынсаңыздар болады. Ең алдымен етімізді турап және де барлық көкөністерді жуып, тазалап, 4 бұрыштылап турап аламыз. Өз қалауларыңыз бойынша мүмкін ұзыншалап турасаңыздар да болады, бірақ балалар жақсы көріп жеу үшін мен осылай ұсақтап тураймын. Пиязымызды осылай ұсақтап турадым, 4 бұрыштылап, және де қалған көкөністерді, яғни сәбізді де 4 бұрыштап турап аламыз. Қазанымызды отқа қойып, сұйық майымызды құйып, қыздырып аламыз да қызып тұрған майға етімізді салып қуырамыз. Етіміз қуырылғанша қалған көкөністерді турап аламыз. Міне редьканы да дәл сәбіз секілді 4 бұрыштылап турап аламыз. Келесі кезекте болгар бұрышын турап алайық. Болгар бұрышымен қосып, орам жапырақ, яғни капуста қоссаңыздар да дәмді шығады. Осы қызыл тәтті болгар бұрышын қосуды ұсынамын. Мінекей көкөністеріміздің бәрі дайын. Енді туралған картопымызды суық суға салып қоямыз. Суық суға салмасаңыздар қарайып кетеді. Мінекей қызарып қуырылған етімізге пиязымызды салдық. Енді пиязымыз қызарғанша, бір келкі болғанша қуырамыз. Әрмен қарай сәбізбенен редькамызды саламыз да жақсылап қуырамыз. Араластырып отыруды да ұмытып кетпеңіздер. Ал сәбізімізден кейін болгар бұрышында салып қуырып аламыз. 5 минуттай қуырыңыздар. Одан кейін 1,5 ас қасықтай томат пастасын қосып араластырыңыз. 1 минуттай қуырып, үстіне суымызды құямыз. Су құйғанда өздеріңіздің қалаларыңызды ескерген жөн. Егер сұйықтау қаласаңыздар, онда суын көбірек құйыңыздар, себебі қайнаған кезде су тартылады. Су құйып болғаннан кейін қайнаған соң астын баяулатып, крышкасын шетін ашып қойыңыздар да еті піскенше пісіреміз. Ет піскеннен кейін картопын салып, картоп піскенше пісіріп, одан кейін қалаларыңыз бойынша кинза қоссаңыздар да болады. Менің үйімнен табылмады, сондықтан қоспадым. Оның үстіне балалар да шөп ұнатпайды. Міне осындай өте әдемі әрі дәмді подливымыз дайын. Дәміне қарай тұз және бұрыш қосуды ұмытпаңыздар. Мінекей өте әдемі әрі дәмді подливымыз дайын. Мен бұл подливтің гарниріне осылай лингвиниді қайнатып пісірдім. Менің балаларым бұл тағамды өтірік лагман деп те атайды. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қолдауларыңызды күтемін.